Тұрсынбектің концерттеріне бойкот жарияланып жатыр. Себебі мына подкасттан кейін Тұрсынбекті біреу даттаса, мөлдірді біреу жақтап жатыр. Бірақ дегенмен де дәл қазірдің өзінде Тұрсынбек өзінің миссиясын орындап жатыр. Иә, ол отбасына опасыздық жасады, әйелін сондай жағдайға жеткізді. Бірақ дегенмен де қыздар, кез келген ситуацияның артында бізге түсіне бермейтін, біз оның парқына дейді ғой, былай айтқанда парқына бара бермейтін жағдайлар болады. Қарап тұрсақ, Тұрсынбектің дәл қазіргі әйелімен жасаған қарым-қатынасы көптеген бір ғана әйел емес, көп әйелдің оянуына әсер етіп жатыр. Дәл қазір Мөлдір ханым өзінің потенциалын тығылған жасау керек, жасағысы келетін жүрегіндегі потенциалын ашу арқылы кино түсіріп, әнін жасап жатыр да. Тура сол сияқты басқа әйелдердің де өзінің оянуына Тұрсынбек өзінің миссиясымен әсер етуде. Сондықтан қыздар, кейде біз білмейтін дүниелердің артында біз үшін өте қайырлы әрекеттер жатады. Сондықтан бұл жерде біреуді жақтап, біреуді даттаудың қажеті жоқ. Өз сабағыңызды алып, содан өзіңіздің өміріңізге қолдансаңыз жеткілікті деп. Ойыңыз қалай? Комментарийға жаза кетіңіз.